Біздің бүгінгі әңгімелейтін оқиғамыз тым ерекше болмақ. Адам ұрлығынан зардап шеккен құрбандардың полицияның да құрбанына айналуы ауыр жағдай. Ендеше көп созбай оқиғамызды бастайық. Сәлем достар, эфирде сол кездер, менің есімім Нұрхат. Арнамызға жазылып лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Оқиға 2015 жылдың наурызының 23 жұлдызында басталды. Сол күні Калифорния штатындағы Валеха қаласының полициясына Аарон Куин есімді ер адамнан телефон қоңырауы келіп түсті. Ер адам осы түнде оның жұбы Денис Хаскинстің жоғалып кеткенін хабарлаған. Нақтырақ айтқанда, түнде мынандай жағдай орын алған. Денис пен Аарон түнгі 1-лер шамасында ұйқыға жатқан. Түнгі 3-тер шамасында Аарон бейтаныс дауыстарды естіген. Ол мұны түсі деп ойлаған. Бірақ дауыстар әрі қарай естіле берген. Аарон көзін ашқанда өзіне бағытталған жарық шамды байқаған. Сол кезде біреудің "ояныңдар, бұл тонау" деген естілген. Ұрылар алдымен Дениске Ааронның қолдарын байлауды бұйырған. Артынан өзінің де қолдарын байлап қойған. Артынан екеуіне де қара лентамен жабылған, жүзуге арналған көзілдіріктер таққан. Солайша Аарон мен Денис ештеңе көрмей қалған. Бірақ Аарон ұрылардың бірі гидрокостюмде болғанын байқап қалған. Артынша екеуін екі бөлмеге алып кеткен. Аарон Денистің дауыстарының шыққанына қарағанда оны гардеробқа апарған деп болжамдады. Ал оның өзіне келсек, оны жуынатын бөлмеге апарған. Бірер минуттай ол жалғыз қалған. Артынан ұрылардың бірі келіп Ааронға біртүрлі сұрақ қойған. Денис оның бұрынғы қызына ұқсай ма деп сұраған. Аарон "иә, ұқсастықтары бар, екеуінің де шаштары ұзын, әрі ашық түсті" деп жауап берген. Сол уақытта "қарғыс атқыр, біз қате ақпарат алдық" деген дауыс естілген. Шынымен де, Денистен бұрын Аарон басқа қызбен арақатынаста болды. Олар тіпті атастырылып қойылған еді. Бірақ Аарон ол қыздың өзінің көзіне шөп салып жүргенін біліп қойып, арақатынастарын тоқтатқан. Ол қыз ұзақ уақыт Ааронның үйінде өмір сүрген болатын. Соңғы заттарын алып кеткеніне де көп болмаған. Ұрылар үйге сол қызға бола келгенге ұқсайды. Өкінішке орай ол қыздың орнында Денис болып шықты. Аарон енді ұрылар өздерін жайына қалдырады деп ойлады. Бірақ олай болмай шықты. Ұрылар Денисті 48 сағатқа алып кететінін хабарлады. Бұл уақыттың ішінде Аарон бірнеше бұйрықты орындауы керек екен. Артынша олар Ааронды қонақ бөлмеге алып барып, диванға жатқызады. Ааронға құлаққап тағып, дыбыстық хабарлама қосып қояды. Бұл хабарламада Ааронға бірнеше таблетка ішесің делінген. Егер бас тартатын болса, екпе түріндегі дәрі саламыз деген. Аарон таблеткаларды қабылдауға мәжбүр болады. Артынша Ааронға олар кеткен кезде еденде қызыл лента жабыстырылып тұратыны айтылған. Ааронға бұл лентадан өтуге тыйым салынған. Және үйде Ааронды бақылап отыратын камера орнатылғанын айтқан. Полиция туралы мүлде ойламауды ескертеді. Таблеткаларды ішкен Аарон ұйқыға кетіп, шамамен күндізгі 12:30-дарда оянады. Жанынан қайшы тауып алады. Сол қайшымен аяқ қолдарын босатады. Үйден өзінің ноутбугі мен көлігінің жоғалып кеткені белгілі болды. Ең сорақысы, оның жұбы Денис жоғалды. Артынан Аарон өзінің телефонына келген ұрылардың хабарламасын оқиды. Ол жерде Аароннан $16,000 ақша төлеуі керек екені айтылған. Сонда ғана ол Денисті құтқара алады делінген. Ұрылармен байланысқа шыға алмаған ол ағасына хабарласады. Өйткені Ааронның ағасы ФБР-де жұмыс істейтін еді. Ағасы Ааронға полицияға хабарласуға кеңес береді. Аарон ағасының тілін алып полицияға жүгінеді. Келіп жеткен полициялар алдымен камераны істен шығарады. Артынша Аарон полиция бөлімшесіне жеткізіледі. Жоғарыда айтылған ақпараттың бәрі Ааронның полицияға берген түсініктемесінен еді. Бұл жағдайға басқа көзқараспен қарайтын болсақ, аса шынайы естілмейді. Оған қоса, қыз жоғалып кетпей тұрып, сол күні кешкісін Денис пен Ааронның сөзге келіп қалғандары белгілі болды. Ұрыстың себебі Денис Ааронның бұрынғы қызымен хабарлама алмасқандарын біліп қойған. Ааронның үйіндегі төсектен кішкентай қан іздері табылады. Ал үйдің өзі болса, алдын ала бәрін тазалап қойғандай, тап-тұйнақтай тап-таза болып тұрды. Мүмкін мұның бәрі бір нәрсені жасыру үшін жасалған шығар. Оған қоса қыздың жоғалуы мен полицияға хабарласқан кездің арасында 9 сағат өтіп кеткен. Ааронның сөздеріне тергеуші күдікпен қарады. Олар маған нақты қайда отыруым керектігін айтты.
үйдө балкоодо отуратынымды эскертти. Мен башкалар менен байланыспаганымды да карап отуратындарын айтты. Мен Дениспен кездешип жүргөн кезимде мурунку кызым менен сүйлөштүм. Араларыңда түсүнүспөүчүлүктөр бармы? Ол ачууланды ма? Шөп салуучулуктан корка ма? Ол муну шөп салуучулук сыяктуу көрдү. Ол сенин телефонуңан өрүскел бир нерсе тауып алган шаар. Ол телефонунду актарды. Не тапты? Хабарлама тауып алды. Онда не жазылган? Ол жерде маган баары бир эмес, мен баарын реттегим келет делинген. Сенин айтып отурган окуяңа мен мүлдө сенбейм. Мунун баары калай болуп кететинин ойланууң керек. Ойлонотун түгү жок, мен не болгонун айттым. Жарайды, тыңда. Эч кандай гидрокостюм кийгендер сенин үйүңө кирмеди. Ондай костюм кийген эч ким болмады. Бул нерсе болмады. Мен бул жагдай әдейи орун алды деп ойламайм. Ол кездейсоқ болуп калды. Сен ойланбай истеп койдуң. Және бул окуйганы ойдан чыгарууң керек болду. Эгер осылай ойласак, сени жексұрын деген ой пайда болот. Адамдар сени солай кабылдайт. Муну ким истеди? Сен жасадың ғой. Мен шындыкты билгим келет. Сенин үйүңнөн кан табылды. Кан? Әрине. Аарон Денистің жоғалып кеткеніне өзінің қатысы жоқтығын айтып бақты. Алайда тергеуші Ааронның айтып отырғандарынан да көп білетініне сенімді болды. Оған қоса, Ааронға полиграфтан өтуге ұсынады. Және Аарон одан сәтті өте алмады. Сен бұл тестті өте алмадың. Сен толықтай сәтсіздікке ұшырадың. Тіпті шындыққа аздап та жақындай алмадың. Мен ештеңе істемедім. Жарайды. Мүмкін сен мұны істемедің. Мүмкін ол мен сен жоспарламаған нәрсе болып қалды. Білмеймін, өзің айтшы маған. Бірақ үйге кіріп, оны алып кеткен үш жігіт жайлы айтудың қажеті жоқ. Олай болмады. Сен оның қайда екенін білесің бе? Мен білмеймін, мен оны сендердің тапқандарыңды қалаймын. Мен оның қайда екенін білмеймін, маған адвокат керек сияқты. Енді Ааронның бұл жағдайдың бәріне қатысы бар екені анық болды. Бірақ одан шындықты қалай шығара аламыз? Мұның бәрін шешуге қыздың денесін тапқан жағдайда жетуге болар еді. Сол үшін денені іздеуге біраз күш жұмсалды. Арадан біраз уақыт өткен соң күтпеген нәрсе орын алды. Қыз жоғалып кеткен соң келесі күні, яғни наурыздың 24-і жергілікті газеттердің біріне хат келіп түседі. Ол жерде дыбыстық хабарлама болды. Жарайды, менің есімім Денис Хаскинс, мені ұрлап кетті, бірақ бәрі дұрыс. Бүгін Альпада әуе апаты болды. 350 адам ажал құшты. Бұл жазбаның Денисті ұрлап кеткен соң жазылғанның дәлелі 24 наурыз күні орын алған әуе апатын айтқан еді. Бұл хабарламадан кейін полиция Ааронды шынымен де кінәсіз шығар деп ойлай бастады. Сол күні полиция оған ұялы телефонын қайтарып береді. Телефон әуе режиміне қойылған болатын. Аарон телефонды әуе режимінен шығарған кезде оған келген хабарламалардың шегі болмады. Және ұрылардан 3 қоңырау келіп тұрды. Полиция оған ұрымен байланысып көруін сұрады. Бірақ ұры жауап бермеді. Келесі күні болса тіпті қызық жағдай орын алды. Адам ұрлығынан 2 күн өткен соң 25 наурызда полицияға Хантингтон Бич қаласынан қоңырау шалынды. Бұл қала Валеха қаласынан 500 км жерде орналасқан. Ең қызығы, қоңырау шалған адам Денис Хаскинс болып шықты. Оның айтуы бойынша мына жағдайлар орын алған. 23 наурыз күні ол шынымен де жігітінің үйінен ұрланған. Ұрылар оған ұйықтататын дәрі беріп, көліктің жүк салғышына салған. Жол бойы ол ұйқыда болған. Ал оянған кезде кереуетке байланғанын байқаған. Далада ешқандай дауыстар естілмегеніне қарағанда бұл үй айтарлықтай шетте деп жорамалдаған. Оның айтуы бойынша ұрылар бірнеше адам болған. Ол үйде 2 күн өткізген. Әрі қарай ұрылар оны Хантингтон Бичке апармақшы болған. Өйткені ұрылар Денистен оның осы қалада өскенін білген. Сонымен 25 наурыз күні таңертең ұрылардың бірі Дениске көліктің жүк салғышына жатуды бұйырған. Бірнеше сағат жол жүрген. Көлік тоқтап, ұры Денисті көліктен шығарған. Денистің көзі байлаулы болған. Ұры оған 10-ға дейін санап, содан кейін ғана көзін шешуді бұйырған. Денис оның бұйрығын бұлжытпай орындаған. Көзін шешкен кезде ол ұрының көлігін байқамаған. Ал ол тұрған көше атауы оған таныс еді. Бұл көше Ютико деп аталатын.
Дәл осы көшеде оның ата-анасы өмір сүретін. Ата-анасының үйіне барғанда ол үйде ешкім болмаған. Өйткені оның ата-анасы Валеха қаласында еді. Денис көшеден өтіп бара жатқан бейтаныс адамның телефонын сұрай тұрған. Солайша ол полицияға хабарласқан. Олар сені қайда тастап кетті? Ютика көшесінде. Сенің күртешің мен сөмкеңнің өзінде екенін байқадым. Оларды қалай алдың? Олар бұл заттардың менікі екенін білген. Сол күні өздерімен алып кеткен. Сені олардан өзіңді босатуды сұрадың ба? Мен олардан маған азап көрсетесіңдер ме немесе өлтіресіңдер ме деп сұрадым. Олар бұл үшін себеп жоқ екенін айтты. Олар сені зорлады ма? Сол сияқты бір нәрсе жасады ма? Жоқ. Олар саған тиісті ме? Еркіңнен тыс бір нәрсеге мәжбүрледі ме? Жоқ, қызық. Бірақ бүкіл жағдайға қарамастан олар маған жылы қабақ танытты. Біздің детективтер сенімен сөйлескісі келіп еді. Иә, бірақ одан бұрын адвокатымен сөйлескім келеді. Әрине, бұл оқиға тым түсініксіз көрінеді. Ұрылар қыздан ештеңе алмады. Ақшаны да, басқа да пайданы қажет етпеді. Бұл ұрлықтың не мәнісі болды? Бұл оқиға бізге де күдікті көрінеді. Ал полицияны айтпасақ та түсінікті. Мен сіздердің тез арада бұл жерге жиналғандарыңызды өте бағалаймын. Бәрінен бұрын менің кешірім сұрағым келеді. Біз тергеу істерін жария етпей жатқанымыз үшін өтінемін, түсініңіздер, осылай болуы керек. Бәрінен бұрын біз адамдардың қауіпсіздігіне алаңдаймыз. Сонымен, Арын Куин мырза мен Денис Хаскинс ханымның жұп екендігі белгілі. Осы уақыттан бастап мен оларды жапа шегуші немесе куәгер деп танымаймын. Куин мырзаның айтқан әңгімесі алғашында сондай түсініксіз болды. Біздің оған сенуіміз қиын болды. Тергеу кезінде оның айтқандарының бірде-бірін дәлелдей алмадық. Біздің күшіміз бен тырысқанымыз бос әурешілік болды. Куин мырза мен Хаскинс ханым бізді жай әуреге салғанын айтқым келеді. Бұл жерде нағыз жапа шегуші біздер. Сондықтан Куин мырза мен Хаскинс ханым бізден кешірім сұрауы қажет. Мүмкіндік болып жатса, біз бұл істің штат көлемінде тергелгенін қалаймыз. Денистің осылай пайда болуы бұқаралық ақпарат құралдарының басты тақырыбына айналды. Оның оқиғасы жоғалған фильміне қатты ұқсайтын. Бұл өзінің жоғалуын әдейі жоспарлаған әйел жайлы ойдан шығарылған фильм. Ол мұны өзінің күйеуінен шөп салғаны үшін кек алу мақсатында жасайды. Бұл 29 жастағы әйел өзінің жоғалуын дәл жоғалған фильмдегі секілді жоспарлаған. Полиция өте ашулы. Хаскинс мына видеода Худиге жасырынған күйінде байқалды. Ол тағы да жоғалып кетті. Полициямен байланысқа шығудан бас тартып, белгісіз жерде тығылып жатыр. Енді ол және оның жігіті заң алдында жауап беруі мүмкін. Полиция, егер олардың біреуі мұның бәрі ойдан шығарылған нәрсе екенін мойындайтын болса, қылмыстық жауапқа тартылудан аман алып қаламыз деп уәде берген. Бірақ екеуі де мойындамаған. Әрі қарай бұл істе тағы бір қызықты жағдай орын алды. Жергілікті газеттердің біріне электронды хабарлама келіп түсті. Бұл жерде былай делінген. Мен Хаскинс ханымды ұрлаған топтың атынан сөйлеймін. Біз сіздер ұрлар деп атап жүрген топпыз. Бірақ біз өзімізді олай санамаймыз. Біз екеуден көппіз, 8-ден азбыз. Денис Хаскинс ханымды ұрлаған біз. Біз бұны істегенімізді дәлелдей аламыз. Бірақ біз берілмейміз және жеңілмейміз. Әрине, Денис Хаскинс сияқты адам бұл істің құрбаны болып қалғанша, біз тәуекелге барып өзіміздің кім екенімізді аша салғанымыз дұрыс. Ұрлық болатын түнге дейін біз Денис Хаскинстің кім екенін білген жоқпыз. Біз үйде Арынның бұрынғы қызы болады деп ойладық. Шындығында біздің ешкімге ауыртпалық жасағымыз келмеді. Біз жақында ғана колледж бітірген ересек адамдармыз. Осы кезге дейін бұлардың бәрі ойынға ұқсаған болатын. Біз өзімізді Оушенның 11 досындағыдай адамдардан тек артық нәрселерді ғана алатын джентльмен қылмыскерлерге ұқсаттық. Бірақ бұның соңы Денис Хаскинске осындай азап тудырған кезде ғана өзіміздің кімге айналғанымызды ұғындық. Енді ғана біз өзіміздің қандай бейшара адамдарға айналғанымызды түсіндік. Біздің полицияға беріліп қалған өмірімізді түрмеде өткізгіміз келмесе де, шынында да жақсы адамның өмірі бұзылып жатқанда шетте қол қусырып қарап отыра алмаймыз. Бұл хаттан кейін 2 күн өткен соң полицияға да хат келіп түседі. Валеха қаласының полициясының Денис Хаскинс ханымнан кешірім сұрауына бір тәулік уақыттары бар. Кешірім, біз қателестіппіз деген сияқты сөздерден тұруы керек. Бұл құрбандар бәрін жоспарлаған деген ойға әкелмейтіндей шынайы кешірім сұрау болуы қажет. Егер кешірім сұралмаған жағдайда біздің топ тез арада шара қолдануға мәжбүр болады. Жоқ, бұл шара кезекті адам ұрлығы болмайды. Сендер оның не екенін көресіңдер. Егер шартымыз орындалмаса,
бір тәуліктен соң біз бір процесті бастаймыз. Жоқ, біз адамдарға кесірімізді тигізбейміз. Бірақ Валеха қаласының полициясы қатты өкінетін болады. Қазіргі уақытта сіздерде дұрыс шешім қабылдау үшін ақпарат жеткілікті. Сіздер Хаскинс ханымнан кешірім сұрау керексіздер. Ертеңгі күннің ортасына дейін уақыттарыңыз бар. Әрине, полиция ешкімнен кешірім сұрамады. Одан кейін де бірнеше бопсалау хаттары келіп түсті. Бірақ ұрылар тарапынан нақты бір іс-әрекет болған жоқ. Хаттардың бәрі анонимді мекенжайдан келген. Сол себепті оларды аңду мүмкін болмады. Бірақ бұл бопсалаудың бәрі кім үшін екені белгілі еді. Өзін ұрландым деп қойылым қойған Денис Хаскинс пен оның жігіті үшін болатын. Полиция бұл екеуін жалған ақпарат таратып, жоспарлы түрде бәрін ұйымдастырған үшін сотқа бермекші болған кезде тағы бір қызықты жағдай орын алды. 2015 жылдың 5 маусым күні Калифорния штатының Дублин қаласында ұрлық жасау әрекеті орын алды. Түнгісін 60 жастағы Чан Йен мен оның 52 жастағы әйелі Линнің үйіне біреу кірген. Ұры оларға етпетімен жатуды бұйырған. Екеуін байламақшы болғанда 60 жастағы Чан Йен оған қарсылық танытып төбелесе жөнелген. Осы кезде оның әйелі полицияға хабарласып үлгерген. Полиция келемдегенше ұры қашып үлгерген. Бірақ ең қызығы, үйде ол өзінің телефонын түсіріп алған. Телефонның Мэтью Мюллер есімді ер адамға тиесілі екені анықталды. Полицейлер оның үйіне барып тінту жүргізген. Тінту барысында үйден қара шаңғы бетперделері, қызыл лента, қара лентамен қапталған жүзуге арналған көзілдіріктер, ұйықтататын таблеткалар, ойыншық тапанша, жарықшам және адам бойымен тең кукла табылған. Үйдің алдында тұрған Мустанг автокөлігі ұрланған болып шықты. Оның GPS-інде жақын арада оның Хантингтон Бичте болғаны дәлелдейтін ақпараттар табылды. Үйде Аронның ноутбугі мен Денистің шаштары табылған. Үй қожайынның Мэтью Мюллер деген адам шын мәнінде кім? Мэтью Мюллер қарапайым отбасында өскен. Оның ата-анасы мұғалім болған. Өзі де мектепті жақсы оқыған. Кейіннен теңіз әскери флотында борышын өтейді. Артынан заң колледжіне оқуға түседі. 2003 жылы ол Прагада танысқан әйелмен отау құрады. Олар Бостонға қоныс аударып, ол жақта заң мектептерінің бірінде Мэтью ұстаздық еткен. 2008 жылы Мэтьюден биполярлық бұзылыс анықталған. Оған қабылдайтын дәрі-дәрмектер жазылған. Бірақ ол дәрілерді қабылдамаған. Әрі қарай Мэтью әйелімен Калифорнияға қоныс аударады. Ол жерде Мэтью ірі заң фирмасында жұмыс істейді. Ол сол күйі дәрі ішпей жүре береді. Бұл оның ауруының асқынып кетуіне әкелген. Ол өз басында дауыстар ести бастайтын болған. Әйелі де тастап кетеді. Фирмадан да қуып жібереді. Солайша оның өмірі құрдымға кеткен. Полиция Мэтьюдің ашылмаған бірнеше қылмыстарға қатысы барын анықтаған. Мысалы 2009 жылы бір әйел оның үйіне біреу баса көктеп келгенін хабарлаған. Ұры әйелге таблетка беріп, ақшаларын ұрлап, зорлап кеткен. Және 2012 жылда осыған ұқсас жағдай орын алған. Бұл екі іске де Мэтьюдің қатысы бар болып шығады. 2015 жылы Мэтью Валеха қаласына қоныс аударады. Ол Арон Куиннің үйіне жақын жерден үй жалдайды. Сол кездері ол Арон мен оның қызына көңіл аударған секілді. Ол кезде Аронның қызы Денис емес еді. Ал Мэтью Аронның үйіне кірген кезде Денис болып шықты. Нәтижесінде ол Денисті ұрлауға мәжбүр болады. Айта кету керек, Денисті ұрлаған кезде Мэтью оны 2 рет зорлап үлгерген. Одан алдын Денис оған бала кезінде өзіне ересек адамның тиіскенін айтқан. Бірақ бұл Мэтьюді тоқтатпаған. Денистің полицияға бұны айтпауының себебі Мэтью оны зорлаған кезде видеоға түсіріп алған. Егер ол полицияға мұны айтатын болса, осы видеоны интернетке салып жіберемін деп қорқытқан. Денис олай болғанын қаламады. Сол үшін ол полициядан өзін зорлағанын жасырып қалды. Бірақ артынан бәрібір Денис өзінің зорланғанын полицияға айтқан болатын. Мұның бәрін өтірік ұрлық болды деп ойлаған полиция Денисті тексермегенде. Тағы бір түсініксіз жағдай, Арон мен Денис ұрылар бірнеше адам болды деп куәлік еткен болатын. Мэтью оларды бірнеше адам болды дегенге сендіруге тырысқан. Мысалы, Мэтьюдің үйінен табылған кукла екінші адам ретінде қабылданған болуы мүмкін. Және ол өзімен бірге диктофонды алып жүрген. Диктофонға әртүрлі дауыстық жазбалар жазылған. Мэтью соны қосқан кезде құрбандарға бірнеше адам сөйлесіп жатқандай сезілген секілді. Нәтижесінде Мэтью Чан Йеннің үйіне баса көктеп кіргені үшін 10 жылға, Денисті ұрлаған үшін 40 жылға, оны зорлаған үшін 30 жылға бас бостандығынан айырылды. Қазіргі уақытта ол психиатриялық ем-дом алуда. Жоғалып кеткен
жайлы шұғыл жаңалықтар. Жігітін таблеткамен әлсіретіп, қызды үйінен ұрлап кеткен болатын. Полиция олардың өздерін айыптаған еді. Бірақ қазір түрмеге басқа адам отырды. Билік Денис пен оның жігітінің айыпсыз екенін айтуда. Бүгін Денис Хаскинс пен Аарон Куин үшін тамаша күн. Олар 100% кінәсіз. Полиция ұзақ уақыт кешірім сұрамады. Тек Валеха қаласының шерифі өзгерген соң ғана олар құрбандардан кешірім сұрады. Хаскинс пен Куиннің ісі лайықты деңгейде тергелмеген. Сол үшін қала полициясы кешірім сұрайды. Кешірім сөздері дәл осындай болды. 2016 жылы олар Валеха қаласына және қала полициясына азаматтық талап жолдады. Олар Денис пен Ааронға $2,5 миллион төлеуге мәжбүр болған. Арада бір жыл өтіп, 2016 жылдың наурызында Денис пен Аарон отау құрды. 2020 жылы олар қызды болды. 2022 жылдың 28 қазанында екінші сәбилерін дүниеге әкелді. Бүгінге осы достар. Егер сіздерге видео ұнаса, арнамызға жазылып лайк басып, пікірлеріңізді жазып кетуді ұмытпаңыздар.